бір штук сабыннан 5 штук сабын шығаратын боламыз. Посуда жусаңыз да немесе киім жусаңыз да өте әдемі болып көпіріп шыға келеді. Алдымен бізге осындай бір сабын қажет болады. Барлығын үкіштің көмегімен жақсылап өткізіп алдым. Енді арнайы қайнататын ыдысымызға салып, оның үстінен коланы құямыз. Мен 1 литр коланың жартысын қостым. Бір араластырып алып, газ отымызға қойып, оның үстінен қайнап тұрған 100 грамм суды қосамыз. Одан соң жақсылап осылай араластыра келе, бізде керемет сұйықтық пайда болады. Мінекей бір қайнап шыққан екен, сабының барлығы езіліп кетеді. 15 минут бойы баяу отта қайнатамыз. Одан кейін арнайы осындай ыдыстарымызға құйып, бір түн уақытқа қалдырамыз. Келесі күні ыдысынан босатып алсаңыздар болады. Осындай өте әдемі қатты болып шығады. Киім немесе ыдыс жусаңыздар да барлығы жылтырап, көпіріп, әдемі болып шыға келеді. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.